Қазақстанда мектеп бітіру кешіне қатысты жаңа талаптар енгізілді. Енді бұл маңызды күн бұрынғыдай сән-салтанатпен емес, қарапайым әрі тең форматта өтпек. Жаңа ережелер ата-аналарға түсетін шығынды азайтып, оқушылардың қауіпсіздігін күшейтуге бағытталған. Ал бұл өзгерістерге қоғам қалай қарайды? Жаңа ереже түлектер мен ата-аналарға қаншалықты тиімді? Осы сұрақтарға жауап алу үшін халықтың пікіріне құлақ салсақ. Әрине алып тастау керек. Кей ата-аналардың шамалары келеді, біреулердің шамасы келмейді. Ол жерде жарыс болады. Жағдайы бар адамдар керемет болып не қылып шығады да, жағдайы төмен адамдар. Қазір адамдардың бәрі қаңғырып, 2-3 жұмыстан істеп жүр. Енді ол ақша жинаған енді. Өзіміздің балаларымыздың кезінде жинадық. Енді қазір білмедім, ол ата-аналар өздері шешеді оны. Түлектерге ақша жинаса, енді өмірінде бір болатын қызықтары ғой. Енді қатты емес, мынау өздерінің семья жағдайына бір орта есеппен жинаса болады деп ойлаймын. Өйткені есте қалады ғой, венеткаға түседі, лента таққылары келеді. Енді ол әр баланың қуанышы ғой, енді неше жылда еске алып тұратын. Солай ойым. Мен жақсы қараймын, өйткені бір ата-ананың шамасы келеді, бір ата-ананың шамасы келмейді. Бір ата-ана мысалы бір 11 бітіріп жатқан, 4-ші сынып, мен даже элементарный садик бітіріп жатқан балама примерно ондай болмаса да соның бір 10% ақшасын жинап жатыр. Бұл әркімнің қалтасы әртүрлі, сол себептен алып тастаған өте дұрыс деп ойлаймын. Біреуде бір бала болады, біреуде 5 бала болады. Ата-ананың қалтасына түсетін нәрсе ғой негізі. Ол қажет емес негізі. Выпускной болғанда бұрындары выпускной деген болмайды. Білмеймін, қазір выпускной деген кәдімгі той ұқсатып жүрген ғой. Оған мен түгелі қарсымын негізінде. Қатты мероприятие қылып той қылатындай дәрежеде емес қой. Жай мектеп. Колледж, универді бітіргенде можно диплом алып, үлкен оқу орнын бітірген ол қуаныш. Үлкен кейбір семьяға қуаныш, ал кейбір семьяда ондай жағдай жоқ қой. Бәріне бірдей жағдай істеп, выпускнойға жібереді. Сол себепті қарсымын кішкене. Енді тойханада аспандатпай-ақ кішігірім балалардың өздерінде керемет болып естерінде қалатындай естелік болған дұрыс деп ойлаймын. Енді ол ата-аналардың, оқушылардың қалауы ғой біріншіден. Егер адам өзі бір сондай мектепті бітіргенде сондай бір сезімде болады, бітірдік деген қуаныш, мереке, сондай не ғой енді. Көбісі ата-аналар мүмкін жағдай болмайды, көбісі ойлайды ол керек емес нәрсе деп. Сондықтан ол әр адамның қалауы